Баршаңызға сәлем. Ниша таңдау бойынша сабағына қош келдіңіздер. Керемет сабақ. Мен бұл сабақты бұрыннан ойлап жүргем, қалай мен жеткізсем болады. Адам деген бірден түсіне кету үшін нишаны қалай таңдаймыз, не үшін таңдаймыз, сосын таңдасаңыз не болады, және де екі әртүрлі нишамен жүргізсем қалай болады деген барлық сұрақтарға осы жерде толықтай жауапты алып, осы сабақ өткеннен кейін түсіне кетесіздер. Өздеріңіз қателіктеріңізді, немесе өздеріңіздегі бір қандай нишаны таңдаймын деп түсіне кетесіз, және де бұйырса көбісі бастай алмай жатады. Осы нишаны таңдағаннан кейін блог жүргізгісі келеді, бірақ нишаны таңдалмай жатады. Соларға арнайы сіздер таңдап мүмкін бастап кетесіздер бұйырса. Осы жерде нақты керекті барлық ақпаратты жинап көмек болатындай мен жинап қойдым. Достар, осы видеоны, осы жаңағы сабақты қарап отырсаңыздар, басында сразу ютубқа лайкты бассаңыздар, ютубтан көріп отырсыздар. Осы сабақтарды күшті шығарып жатырмын, байқасаңыздар соңғы кезде сіздерге де пайдалы болсын деп, бір жерде тұрып қалмай, бірден блогты бастап кетіп, жасап істеу үшін. Білесіздер, блогты жүргізу қазіргі кезде қаншалықты өте маңызды. Так, кімге бұл сабақ арналған? Ең біріншісі, блог ашқыңыз келеді, бірақ қай бағытты таңдарыңызды білмейсіз. Екіншіден, бірнеше идеяңыз бар, әртүрлі, мынандай жүрсем болады, мынандай жүрсем болады, бірақ қайсысын таңдау керек екенін білмейсіз. Қате бағыт таңдап қоямын деп қорқасыз, ондай да болады. Ойбай, мынаны таңдап қойсам, все, осымен кетем, сосын уақытым просто так кетіп қалатын шығар деген, Бастау үшін идеалды бағытты күтіп жүресіз. Идеальный, мен күшті, маған ең сай, ең мықты осы нишаны таңдаймын. Таңдағаннан кейін бірақ бастаймын дегендерге. Блогыңыз арқылы табыс тапқыңыз келеді, бірақ неден бастау керектігін сіз білмейсіз. Осы проблемалар болып жатса, сізде дәл осы сабақ сіздерге арналған. Енді ең үлкен қате ой, ең басында. Осыдан сразу бастайық. Алдымен ең дұрыс бағыты табайын, сосын ғана блог бастаймын. Бизнес, вообще мына сабақ бар ғой, даже бизнестің саласында да таңдайтындарға арналған, спорттың саласында да таңдайтын арналған бар ғой. Сол жерде де көп түсіне кетесіздер. Даже университеттен шығып, сосын жұмыс дегендерге де немен айналысам, өмірімде немен айналысам дегендерге арналған сабақ негізі бар ғой. Көбінесе әрине блог жағынан айтамын. Бірақ осы жерде түсіне кетесіздер. Алдымен ең дұрыс бағытты табайын, сосын ғана блог бастаймын деген, ол өте қате ой, достар. Бірінші бағытты таңдап алғаннан кейін мен блогты бастаймын деген. Неге? Бағытты ойлап отырып сіздер таппайсыздар. Ойланып, осылай немен айналысам деген сияқты. Жоқ, тек әрекет арқылы сіздер түсінесіздер. Оны қазір ашып түсіндіремін. Неге осы бізге бар ғой, осы нишаны таңдаған кезде қатты қиын болып кетеді. Ойланып кетеміз. Ұзақ. Араларыңызда бар шығар, бір жыл бар, ойланып жүрсін, қандай нишаны таңдайын деп. Қазіргі кезде ойланып жүрсеңіздер, қандай нишаны таңдайын деп. Неге бірақ қиын ол нәрсе? Себебі сіз әлі тәжірибе жинаған жоқсыз. Сіз қандай контент түсіру ұнайтынын білмейсіз. Біз блогты таңдап отырсақ, қандай контент сізге түсіру ұнайды, соны білмейсіз сіз. Адамдардың нені көбірек көретінін сіз білмейсіз. Олар қандай контент көреді, соны қандайды ұнататынын білмейсіз. Сосын өзіңізге қандай формат ыңғайлы екен, соны да білмейсіз. Сізге қандай формат ыңғайлы? Форматтар әртүрлі болады. Біреу былай сөйлеп түсіріп айта береді. Біреу камераны қойып нете береді. Осының барлығын сіз білмегендіктен, сіз әрине сізге қиын болады таңдау. Өте қиын болады таңдау. Бұл тек әрекет барысында сіз түсіне кетесіз, осының барлығын әрекет жасаған кезде. Мысалы, көлік жүргізуді үйренбей тұрып, біз білмейміз қалай көлікті жүргіземіз. Біз қайдан білеміз қандай көлікті бізге ұнатады жүргізуге? Мерседес, BMW болсын, Opel, қандай? Audi, басқа, Чанган болсын. Қайдан білеміз сіз сондай ұнататыныңызды? Кроссовер, джип айдап көрдіңіз ба? Немесе седан ба? Сіз қайдан білесіз, егер сіз өміріңізде айдап көрген жоқсыз? Екіншісі, спорт.
спорт таңдау вот тоже енді спорт таңдауымен ішінде әртүрлі нишада болады деп айтсақ болады, бағыты болады. Мысалы біреу дзюдо, біреу бокс, біреу футбол, біреу баскетбол. Түсінесіздер ғой достар, қарапайым нәрсе. Біз кітаптарды оқып баскетбол туралы, футбол туралы, футбольный матчтерді көріп тастап, барлығын, баскетбол, карате, барлығын көріп тастадық, плаваниенді көрдік, телевизорден барлығын көріп тастағаннан кейін біз мен осымен айналысамын деген нәрсені біз таңдамаймыз ғой олай. Біз тек сол спортпен айналысып көргеннен кейін түсінесіз, так, мынау маған ұнайды екен, жоқ, мынау маған ұнамайды екен деп. Кішкентай кезімізде дворда футбол ойнап, біз түсіне кеттік, футбол бізге ұнай ма, ұнамай ма? Маған өткен жоқ, ұнамады. Баскетбол ойнап көрдім. Баскетбол ойнап көрген мен түсіндім, что спорт бойынша баскетбол маған ұнайды екен. Сосын турник брусияға да барып көрдік, сонымен сол спортта мен қалдым. Жалпы әрине маған бірінші орын алып олимпиадаға жеткім келу деген сияқты емес, бірақ соны сезіп көрдік біз. Көрдік қалай екен. Вот даже спортпен де осы жерде аяқтай салсақ болады мысалғы. Қалай сіздер ойлайсыздар, что контентті мен осылай нишаны таңдап отырамын. Бірінші таңдап отырамын, көрем қандай нетіп отырмын, болды, таңдап отырамын. Қалай біз түсірмей, көрмей біз түсінеміз. Қандай ниша бізге керек екен. Бизнес то же самое. Қытаймен бизнес жасайын деп жатқан кезде ішінде де адамды кішкене ойластырады. Так, не сатсам болады деп. Сразу тоже ойлағысы келеді. Ең көп маржасы бар, ең көп ақша әкелетін мен қазір табуым керек дейді. Бір нәрсені сатпай тұрып та. Жарайды, бизнес тоже бизнеспен айналысқым келеді деген сияқты. Сонда мен заттарды сатам ба, кофейня ашам ба, бүйтем бе деген тоже бірден таңдап неткіңіз келеді. Жоқ. Тыңдап көріңіздерші, бұның алдында адамдар әртүрлі нишаны қарастырып көрді, даже бизнесті алып отырсақ. Сосын бірақ какой-то нишаға келгеннен кейін, тәжірибе жинағаннан кейін, сезіп түсінгеннен кейін, сосын бірақ таңдады. Бізде блогта дәл солай, университет тоже бізде. Енді университетке қазір біз қозғаған кезде осы жерде әке-шешеміз туралы айта кетемін, миллениалдардың көбісінің проблемасы бұл. Біз енді ойлаймыз, мамандық таңдадық, таңдағаннан кейін біз оқығаннан кейін біз шықтық та, біз ойлаймыз, все, мен осымен өмір бойы айналысатын боламын деп. Жоқ, мүмкін сіз қарап отырған дипломыңыз жатқан шығар, сол дипломыңыз бойынша қанша пайыз қазір көріп отырсақ, енді статистиканы қатты білмеймін, бірақ әрбір екінші, үшінші адам ол өмірінде диплом бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Себебі бұл жұмыс бойынша соны көріп те, басқасын көріп кетіп, біреуін басқа жағынан өзін тауып жатады мысалы. Себебі істеп көрді, істеп жасап көрді. Просто мен былай кішкене ойланып көрсем, әке-шешеміз СССР-де туылған, сол кезден бастап оларға бастарына құйған ғой. Осын аласың, осымен таңдайсың, осы боласың да болды, все. Осы бағытпен кетесің деп ше. Сол нәрсені де бізге әке-шешеміз неткен. Маған да кішкентай кезімде айтқан, сен хирург боласың деген ше. Хирург боласың дегеннен кейін олар хирург бола алмай қалғанымды түсінді, что мен уақытша оған қызықпайдым. Басқа нәрсені осындай, наверное, болады деп, олар да шатасып кетті. Немен айналысатынымыз. Себебі бізге енді әке-шешелеріміз көбісіне таңдау деген нәрсені, осы істеп көру деген нәрсені олар бізге, выбор беру деген нәрсені бізге үйреткен жоқ. Қатты психология жағына, о жағына кетіп қалмайын, бірақ осы жерде біз қалай түсінбейміз, қалай біз түсіне кетеміз, қандай нишамен біз алып кетеміз, егер біз вообще ештеңке түсіріп көрмесек. Сразу идеальныйды тапқымыз келіп кетеді. Енді жақсы бағыт, жалпы жақсы ниша, таңдалған жалпы жақсы ниша. Енді осы жерде таңдау бойынша бір инсайттар шығып жатсақ, керемет. Ең алдымен осы 3 кружоктың ішінде мына үшеуі кездессе, сіз таңдаған нишада. Все. Сізге қызық болу керек ең алдымен. Сізге, достар, мен байқаймын, кейде адам қатты ақша бойынша нишаны таңдап кеткеннен кейін, о жақта ешқандай ақша да келе қалмайды ешқашан. Егер ақша бойынша таңдасаңыз. Осы үшеуі бірге болу керек. Сізге қызық болу керек, адамдарға қызық болу керек, оның да бір мақсатты аудиториясы болу керек, сондай нишаның, совсем ракушка жинайтын ниша сияқты емес та. Оның да аудиториясы бар.
Және үшіншісі, болашақта ақша табуға мүмкіндік беру керек. То есть ол жақта да бір какой-то монетизацияны ойлап жүрсек, қалай мен сол жерде осы аудиторияны мен жинап, қалай ақшаға әкеле аламын деген осындай осы үшеуі болса, онда керемет нишаны таңдадыңыз. Үш нәрсе мықты блог құрылады осы жерде. Енді не үшін маңызды осы парақшаның нишасын, бағытын осының дәлелдеп бір белгілеп жіберу? Не үшін маңызды? Мысалы, үстінде ниша таңдалған, ал астында мына жерге көрсетіп отырмын, ниша жоқ, нишасыз жүргізу. Осы жерде де уже жүргізіп жатқандар да өзін табатын шығар. Ниша бар болып жатса, сенде мақсатты аудитория сразу анықталады, сен білесің кім екенін. Кино бойынша таңдадың ба, кино туралы шығарасың ба, контентті, саған кино ұнататындар адамдар саған тіркеледі, мысалы, иә. Үшіншіден, контент сен білесің, сен таңдадың осы нишаны, мақсатты аудитория, оларға не ұнатады, сонымен сен білесің не салатын. Осы жерде сразу не салатын білмеймін дегендер, ол ана каша болып жатқандар, олар білмейді қандай нишаны таңдағандықтары, сондай мәселе болады. Контентті нақты сразу білетін боласың. Мен мысалы өзім нишаны парақша жүргізу бойынша үйретемін дегенмен, мақсатты аудитория мен білем, кім и оларға қандай контент салу керектігін білем. Автоблогер болайын деп жатса, ол білет, автомобильді ұнататын бір сүйер қауымы осы жерде целевая аудитория жиналады, контент қандай салу керектігін білет. Мамский блог болса да, ол да білет қандай аудитория оған тіркеледі, аналар, басқа аналар, қандай контент салу керектігін білет. И аяғында төртіншісінде ақша, то есть табыс қандай болады. Жарнама арқылы болсын ба, себебі уже мақсатты аудитория жиналып тұр, бізге какой-то бір продукттың, какой-то бір өнімнің, услугасының. Және де біз бірдеме сатып жатсақ та білеміз кімге сатып жатқанымызды. Осы жерде сәтті біздің блогымыз дамиды, ақша әкеледі. Ал ниша жоқ болса, біз білмейміз қандай мақсатты аудитория бізде, кімді жинаймыз. Кімді жинаймыз болғанмен біз не салатынымызды білмейміз. Не салам, түсінбейміз. Және бұл жерде қандай табыс болады. Вот. Енді мынаны да қозғап кетейін. Екі әртүрлі нишаны таңдайтындар болады. Кейде жазылып тұрады профильде, ана жерде декрет ашу, SMM, мобилограф и, если что, еще мен тігіншімін. 4 нәрсе тұрады. Олай болмайды, достар. Осы мысалмен сіздерге келтіре көрсете кетейін. Екі әртүрлі ниша болса, не болып кетеді? Бізде екі әртүрлі ниша болса, ол аудиториясы ең алдымен әртүрлі. Шатасып кетеді. Мысалы, біз жаңа алып отырсақ, SMM маманы, например, да, и ол еще и тігінші болып жатса. Совсем екеуі әртүрлі. Сен рилстарыңда не, тігіп жатқанын көрсетесің ба? Немесе сен мықты SMM маманы екенін көрсетесің ба? Егер ой болып жатса, екеуін де көрсетуге болады ғой деп, онда алгоритмде каша болады бұл жерде. Алгоритмде адамда түсінбейді. Мен мысалы, мен күшті итальянский пицца жегім келсе, мен итальянский ресторанға барып жеймін пиццаны. Паста жегім келсе, мен именно паста жеу үшін барып отырсам, мен күшті паста кім қай жерде сол жерде жасайды, соны барып жеймін. Мен андай жерге бармаймын, донер, суши, пицца, барлығы бірге барып, соның барлығы сол жерге барып мықты пицца, мықты паста жеу үшін бармаймын, жоқ. Дәл солай осы жерде сізді таңдаған кезде, мынау тігінші ма, SMM маманы ма деп тұрады осы жерде. Контент шатасу бастайсыз. Әртүрлі нәрсені. SMM болсаңыз, SMM-ге арнайы контент болады о жақта. Тігінші болсаңыз, тігіншіге арнайы контент жасайсыз негізі. Стратегия жоқ, түсініксіз стратегия болады. Стратегия бойынша мен бұның алдында сабақ салып кеткенмін, YouTube'дан көрсеңіз болады, кішкене оны ашып көрсеңіз. Бірақ стратегия дегенімен, мысалы мен SMM маманы болып, менің мақсатым қандай? SMM маманы болып, мақсатым қандай? Мақсатым мені осыны көрген кезде мені шақырсын, солардың парақшасын жүргізу үшін. Сондайға жеткізу үшін менің контентім көріп қалғанда сондайға, соған арнайы мен контент салатын боламын. Тігінші болсам, әрине маған келіп заказ берсе екен, әрине соған қарай мен контент салатын боламын. То есть стратегия солай құратылатын болады. Бұл жерде екі әртүрлі нишада болмайды. Ну и, конечно, аяғында сіздер ақша дұрыс көрмейсіз ол жерде. Мүмкін тігінші ретінде біреу жазады да, біреу заказ жасайды. SMM маманы ретінде көріп қалады да заказ жасайды. Ну, ол өйстіп кішкенеден жинау.
Поэтому, достар, бұл жерде енді қатты тоже опять психология жағына кетіп қалмай, мен түсінемін, сіздер бар ғой, екі нишаны таңдаған кезде адамдар ойлайды, если что, ананы мынаны жоқ, лучше бір нәрседе сіздер мықты болыңыздар, чем 5 әртүрлі нәрседе. Сонда таңдаған кезде сізді жақсылап таңдайды адам, сонымен клиентті табуға да өте оңай болады. Так, бірақ бір нәрсені ұмытпаңыздар, достар. Егер дәл қазір нақты бағыт таба алмасаңыздар, енді совсем таба алмай жатыңдар, бұл блог бастауға кедергі емес. Осымен барлығымен айтып жеттік қой осы жерге, осы ойға. Өзіңізге жақын бір бағыт таңдасаңыз болады. Өзіңізге не жақын болып тұр? Аналар көбінесе көреді, блог бастағыңыз келеді ме? Мамский блог бастап кетіңіз. Өзіңіз не ұнатасыз? Просто жануарларды ұнатасыз ба? Жануарлар туралы да блог бастауға болады. Не ұнатасыз? Тамақ ішуді ұнатасыз ба? Тамақ бойынша, тамақ пісіру болсын, тамақ жеу туралы блог бастауға болады. Сіз не ұнатасыз, примерно не сізге жақын, сондай блог бастап кетуге болады. Уайымдамаңыздар. Тәжірибе жинап бастаңыздар. Тәжірибе жинап бастасаңыздар, сосын осымен бірге түсінесіз. Жаңа футбол сияқты, футбол ойнап болғаннан кейін көрдік, 5-6 рет ойнап көрдік, 10 рет көрдік, сосын түсіндік, что-то это моё, немесе что-то маған ұнамайды екен. Бағыт таңда осы. Уақыт өте келе бағытыңыз нақтылана береді, достар. Міне, қорытынды. Әрекет әрқашан ойланудан жылдам, достар. Әрекет. Бұл жерде бір фразаны көргем, қазір есіме түссе бар ғой. Орысша айтылған ол жерде. Лучше идиот, который делает много действий, чем умник, который сидит и просто думает. То есть, мынандай бір жындылар болады арамызда бар ғой. Бірден әрекет жасап, пысық болып, үлкен тәжірибені жинап, бізден асып кетеді. Болады сондайлар. Немесе келер болады. Университет, қызыл диплом барлығын бітіргеннен кейін ойланып отыратындар. Не істесем болады енді не істеймін деп. Әрекет. Міне, мен мына жерде сразу өзімнің шәкіртімді көрсетейін дегенмін. Жұлдызай ханым қазір осы блогын тастап кетті. Сразу айтайын. Тастап кетті. 198 мың оқырман жинап алды. Оқуды өткеннен кейін 242 оқырман болған басында. 2 миллион, 4 миллион, 500 мың, 200 мың, оның жалпы осы үй жағдайында қандай бір нені жасауға болады? Балаларға ойындарды жасауға болатын. Сол бойынша күшті қаралым жинады. Просто ниша, қарапайым ниша. Бірден 1-2 ай ішінде 200 мың оқырман жинап жіберді. 200 мың оқырман жинап тастады. Барлығын стратегияны құрып, контентін дұрыстап. Бірақ қазір тастап кетті. Себебі бұл бағыт көрді, понимаете, көрді. Достар, маған келіп даже мына бағытты көрейінші дегенімен де қаралым жинап, просмотр жинап та, жарайды көрдім, енді басқа бағытқа көшейін дегенде болады. Болады солай. Тастап кеткен себептері ол YouTube'қа қызығып кетті. Сосын мына осы саланы көргеннен кейін что-то уже кішкене ұнамай кетті де, сосын қой басқа нәрсе мен айналысып көрейін деп кетті. Болады сондай. Болады. Это нормально. Бірақ 200 мың оқырман ол оңай жинап тастады. Оңай жинап тастағанымен ол оңай одан отказ берді деп айтсақ болады. Бірақ басқа нишаға өтіп кетті. Қазір басқа нишамен YouTube'қа кетті. YouTube'қа да сәтті өзі пысық қыз жасап істеп айтқан нәрселер істегеннен кейін, жинап алғаннан кейін, сосын көрді, сонымен ауысып кетті басқа нишаға. Керемет. Солай да сіздер де өзіңіздің бір нишаңызды таба алмай жатсаңыз, келіңіздер маған. Анкета сөзін маған директке жазып жіберіңіздер. Сол жерде анкетаны толтыра кетіп, сосын WhatsAppқа жазасыздар, оқу бойынша келіңіздер, мен сіздерге үйрете кетемін. Бірден нишаны таңдағаннан кейін қазір қалай түсірсем болады енді деп отырмайсыздар. Бірден сіздерге айта кетемін, не түсіреміз, қалай түсіреміз, сразу бастап кетіп, алғашқы осы ойлап, армандап жүрген өзіңіздің бір блог жүргізім келеді, басқа блогерлер істейді, мен де істегім келеді дегенге келесіздер. Басында біз әрине ниша таңдау бойынша да жұмыс істейтін боламыз. Мен сізге көмектесемін, қалай сізге не жақынырақ болып тұр, соны таңдап, сонымен жұмыс істеп кетеміз біз ары қарай. Достар,
Жалпы тағы бір рет көріп кетсеңіздер болады осы ниша бойынша. Надеюсь, күшті инсайттар келді. Какой-то бір сұрақтар болып жатса, пожалуйста, осы YouTube видеоның комментарийіне жазып кетіңіздерші. Пайдалы болса да жазып кетіңіздер. Сізден күтетін боламын комментарийде осындай сабақтар менде әрқашан шығып тұру үшін. Сол назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.